Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, платформаны қолданушылар. Мен сіздерге бүгін жасанды интеллектінің бір түрін көрсетейін. Pixverse деген қосымша. Бұл жасанды интеллект оқушылардың салған суреттерін қимылдатуға және де түрлі эмоцияларын түрлі жерлерде мультфильмге айналдыруға көмектеседі. Мысалы, бірінші бұл платформаға кірмес бұрын сіздер өздеріңіздің аккаунттарыңызды қолданасыздар. Аккаунтпен тіркеліп, одан соң платформаны ашсаңыздар, сіздерде сурет салу немесе бейне жасау деген екі қосымша тұрады. Бейне жасауды алсаңыздар, видео жасап береді сіздерге. Сіздер бірінші осы жерге фотоны, жүктеп алған фотоны қоясыздар, таңдайсыздар. Таңдап болғаннан кейін астына оқиғаны қандай болатын жазасыздар. Мысалы, мен ChatGPT-ден оқиғаның қалай болатын көшіріп алдым, соны қоямыз. Кейін создать батырмасын басамыз. Ол бірнеше секундта өзі жасап береді. Бізде бауырсақ еттегісі. Үстін басып көрсеңіздер, сіздердің суреттеріңіз сол бір оқиғаға қысқа видео болып жасалады. Осы видеоларды алып, біріктіріп, үлкен мультфильм жасауға сіздерге көмектеседі. Осы көркемдік пәнінде бұл балдарға өте ұнайды. Және де басқа да суреттерді осылай жасап көрдім. Бұл да бауырсақ еттегісі мен қоян. Сіздерге ұнады деп есептеймін. Осы платформаны кеңінен қолдансаңыздар болады.